Бүгін Алматыдағы Нұр Мүбәрак Мысыр Ислам мәдениеті университетінде елбасының жолдауын талқылауға арналған жиын өтті. Еліміздің дін істері агенттігінің төрағасы Қайрат Ламашариф оқу орнының ұжымымен кездесіп, басты құжаттың басты бағыттары туралы әңгімеледі. Биылғы жолдауда президент еліміздің экономикалық, рухани даму, білім және ғылым саласына баса назар аударды. Ал оны жетілдіру үшін ең алдымен оқыту үдерісіне заманауи әдістеме мен технологияларды енгізу керектігіне тоқталған болатын. Сондай-ақ педагогикалық құрамның сапасын арттырып, білімге қол жетімділік аясын кеңейту керектігін қадап айтты. Бұл тұрғыда әрбір студент халықаралық стандартқа сай сапалы білім алып, ғылымға араласуы қажет дейді Қайрат Ламашариф. Осы бұрын соңды салынбаған жатақханада білім және ғылым беру министрлігінің тапсырысы бойынша салынып жатқанын, бұл да 600 студентті жатақханамен қамтамасыз етеді. Бұл Қазақстан бойынша 92 студенттерге арналған жатақханалардың үрдісінде қатарында екенін және білім саласында берілетін гранттардың санында көбейетіні, әсіресе Нұр Мүбәрак университетінде бірінші рет исламтану пәні бойынша былтыр 100 грантқа бөлетін болса, келесі оқу 12-13 оқу жылында олардың саны тағы да 150-ге өсетіні, бұл бүгінгі жастардың елбасы жолдауының маңыздылығын одан сайын түсініп, оған деген өз тілектерін білдіріп жатты.